Сәлеметсіңдер ме балалар? Біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз қазақ халқының ғасырлар бойы жиған тұрмыс тіршілік заңдылығын, сенімін, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын әдет-ғұрпын, мәдениетін және өнерін, яғни салт дәстүрін жалғастырады. Біздің қазақ халқы жаңа туған сәбиге шілдехана тойын жасап, баланы бесікке бөлерде ана бесік жырын айтатын болса, сәби жасқа толғаннан кейін тұсау кесу тойын жасайтын болған. Бұл тұсау кесу дәстүрі сәбидің жолы ақ, даңғыл болсын, тез жүріп кетсін деген ниеттен туған. Тұсау кесу дәстүріне жиналған ағайын туыс бауырлар сәбидің тұңғыш қадамына жүйрік болсын, қадамы құтты болсын, ақ жол болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын деген сияқты ақ тілектерін жаудыратын болған. Тұсау кесілген балаға көрімдік, сыйлық береді. Көрімдік қуаныш иесіне сыйлық беру дәстүрі. Балалар, бізде тұсау кесілген балақайға өнерлі болсын, ғалым болсын, отан қорғаушы болсын деп тілек айтайық. Ал қазір көңілді кейіпкеріміз Жұлдызшамен бірге қазақтың халық әні тұсау кесер жырымен танысайық. Қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Балалар, бүгінгі музыкалық саяхатымызда бізді қызықты ойын күтіп тұр. Ойынның аты аспапты тап. Ойынның шарты аспаптың үнін тыңдап, сол үннің қай аспаптікі екендігін тауып алу. Ал енді аспап үнін тыңдайық. Сәттілік. Бұл қай аспап? Бұл қай аспап? Бұл қай аспап? Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.